неліктен сен бұндай жолға келдің? Бізге жиде болып келеді. Ұйықтайтын кезде трогает, интимное место болсын. Төсек қарым қатынасы сонда қай уақытта болды? Ағаш қасық болатын, баяғыда біздің мамамызды үйткен деп сол басты, чтобы өспес үшін досымыз. Мына жігіт те саған кредит алғыздырып жатып тастап кетті. Тренинг неге барсам да әлі күнге блок шешілген жоқ. Балалық шағыңыз. Бірақ всегда мен өзімді кінәлайтынмын. Біреудің алдында шешіну деп ойлаймын, иә? Оңай емес шығар. Кіргеннен кейін, он изнасиловал меня сол кезде. Подругаң барлық жаңағы проститутка жұмысына кіреді ма? Наркотик қабылдадыңдар ма? Иә, сосын на расслабоне, бәрін ұмытып кетеміз, проблемы там. Наркотик қабылдағанда бүкіл әлемді ұмытып кетесіңдер ма? Кредитті жаба алмай мен осы проституцияға келдім. Кімнен қорықтыңыз? Сізге ұрсат деп қорықтыңыз ба? Айтады ғой, қызды жоқшылық құртады деп. Қайырлы күн, оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз өзекті мәселені қозғамақпыз. Бүгінгі біздің тақырып Қазақстандағы болып жатқан, кәдімгі адамды таң қалдыратын, қорқытатын бір мәселе. Қазақстанда әрбір 3 сағат сайын әйел зорланады екен, және бір әйел және де әрбір 24 сағат сайын 2 кішкентай бала, қыз зорланады екен. Бұл бізде только официальный көрсеткіш, ал неофициально қаншама ситуация болып жатыр. Ұят болады, өз бауырым ғой, өзімнің күйеуім ғой, күйеуі өгей қыздарын зорлап жатқан қаншама оқиға. Сондықтан әрбіріңіздің ұл қыз өсіріп отырсыздар деген ойдамын. Осы біздің бүгінгі подкастты соңына дейін көріңіз. Менің бүгінгі кейіпкерім өзі кішкентай кезінде зорлық, зомбылық өзінің туысқан ағасынан көріп, отбасынан көріп, және де үлкен өмірінде де ауыр ситуацияларды бастан өткізген қыз өзінің ашық историясымен бөліседі. Ата-аналар сіздерге де кеңес береді. Қандай кезде қызды тастап кетуге болмайды, қандай кезде баланы тастап кетуге болмайды, өзге адаммен деген сияқты. Ал өзіме келетін болсақ, мен международный психолог, коучпын. Аяшбек есімім. Міндетті түрде каналыма жазылып алыңыздар, инстаграм парақшама жазылып алыңыздар. Өте пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Ал егер қазір барлығын енді тікелей тақырыбымызға көшетін болсақ, бүгін біздің кейіпкеріміз өзін таныстырудан бастасын. Өзіңіз таныстырып жіберсеңіз, қысқаша есіміңіз, жасыңыз, енді туған жеріңізді айтқыңыз келмейтін шығар. Саламатсыздар ма? Менің есімім Ая. Жасым 22-де. Жалпы бастайтын болсам, жалпы дәл осы уақытқа дейін, дәл бүгінгі студияға келгенге дейін сіз кім болып жұмыс жасадыңыз? Қандай дедіңіз атын? Вебкам. Қандай дедіңіз? Вебкам. Беккам. Вебкам жалпы иностранный сайт. Оғанда мен алдап кірген 1,5 жыл бұрын. Ол жақта не істейсіздер? Ол жақта қысқаша қазақ тілімен барлық жалпақ түсінікті болған кезінде кім болып жұмыс жасадыңыз? Жалпы оны қазақша білмедім, бірақ проституция тоже. Иностранный сайтқа агентство болады өздерін. Сол жақта сайтқа отырғызады, 3 сайтта 6 сағат жұмыс жасайтын болдық. Сосын сол жерде жаңағы көрермендер не сұрайды, әркімнің өзінің там меню дейді, сондайлары болады. Сол нәрсені жасап бересіздер, сұраған нәрсесіне. Оған алда ораламыз. Жалпы осы проституциядан басқа бой жеткелі жұмыс жасап көргенсіз ба? Бұдан басқа қандай жұмыс жасадыңыз? Өзім мамандығымен. Кім бол? Мұғалім. Мұғалім болып жүрдіңіз, мұғалімдіктен кейін проституцияға өтіп кеттіңіз, Өзім қаламды тастап Алматыға келген кезде. Хорошо, түсінікті. Енді біздің студияға келуіңіздің бір себебі сол жаңағы қыздарға бір кеңес беру, және де өзіңіздің бір айтатын сөзіңіз бар деп ойлаймын, Енді басты мақсатыңыз бұл жерде не ашылса екен дейсіз, не айтқыңыз келеді, не шешкіңіз келеді, не бөліскіңіз келеді? Жалпы ең бірінші өзімді ішімде блокты шешім келеді. Әлі күнге дейін бұл маған травма ретінде қалып қойды. Қаншама психологический тренинг неге барсам да әлі күнге дейін блок шешілген жоқ. Будто оған байланысты шантаждар да болған менде.
сол үшін әлі қорқамын. И екінші, ол артынан ерген менің бауырларым бар. Сол үшін всегда енді бізге мамамыз айтатын, алдыңғы арба қайда жүрсе соңғы арба сонда жүреді. И мен оларға бұндай жолдан өткен некогда- қаламайсыз. Хорошо. Енді балалық шағыңызды айтып беріңізші, қанша баласыздар, ата анаңыз кім болып жұмыс жасайды, олармен жалпы қарым қатынасыңыз қандай, қалай өмір сүрдіңіздер, ақша жетіп өмір сүрдіңіздер ма, гармонияда ма, ұрыс айқай шу болды ма, әлде сіздер бүйтіп мәпелеп өсірді ма, осы жайлы айтып кетсеңіз. Честно, біз көпбалалы отбасынан шыққанбыз. Үйдің үлкені мен. Алтаусыздар, иә, алтауымыз. Енді айтпаймын, прям жаман деп те жақсы деп те, бірақ енді андай моменттер болатын, что үйдегі төбелесті көретін моменттер. Мамаң мен папаңыз ұрысып қалғанда. Есіңізге қатты түсіп кетті ма, жылағыңыз келіп кетті ма? Қандай ситуация жүрегіңізге бататын еді? Ну, всегда, честно, даже я видела мамамның, енді мен үйдің үлкен қызы болсам да, жасым неше екеніне қарамайтын, просто айтатын маған проблемаларын. Ну, даже стыдно, но, блин, что папа изменял, папа бил, даже мен көзімше да, мен ажыратып жүретін болдым. Сол уақыттарда там, и енді андай ерте есейіп кетіп, кейін айтатын, типа, ажырасып кетейік, осылай бөлек өзіміз кетейік деп. Мамаң айтатын едіңіз. Даже енді аяғы ауыр кезінде де там были моменты сондай. Кейін көп балалы болғаннан кейін бізді неге жаңағы мамам өзінің апасының үйіне тастап кететін болды. Ну, той жиындар болсын, сабақ болсын, екеуі де. Сестрасының үйіне, иә, иә, өзінің сестрасын. Любой момент. Потом сол жаңағы сөз бергеніме кешірім өтінемін. Жаңа айтып жатырсыз ғой, мамам мен папам төбелесетін деп. Сол кезде причинасы не болатын еді отбасындағы? Төбелес дегенде ұрыс неден шығатын еді? Мамам төбелеспейді, папам ұратын просто. Ну, пьяный, ішеді. Ішкіліктен. Да, потом мамам ештеңе демейді, просто там үйге кіргізіп, біз ауылда туып өстік. Типа үйге кіргізіп, ауылда өстіңіздер? иә, сосын соған типа жынданып, там солай айғай шу болатын. Сосын всегда мама бізді жіберетін, там мені барып алып кел әкеңді деп. Мас болып жатса, иә? Да. Сөйтіп туған туысқандарыңыз үйіне тастап жұмысқа кететін еді? Ну, аптасына бір 4-5 рет тастайтын. Бір үйде 2-3 күн боламын всего лишь. И неге тастап кететін еді? Жұмыс басқа жақта ма еді? Жоқ, просто қарайтын ешкім болмайтын біз кішкентай кезімізден. Или андай той болатын болса да, ауылда енді ішетін адамдар көп, там апасын тастауға сол үшін. И сөйтіп сол кезде самый там еще кішкентай кезімнен қалған травма, сол апаммен жездеміз, бізге жезде болып келеді. Всегда андай ұйықтайтын кезде, ну, трогает, интимное место болсын. Кімге, сізге ма или бір-біріне ма өздері? Жоқ, маған. Апаң, мамаңыздың, сестрасының күйеуі сіздің интимный местаңызға? Или төсімізге, там төсіме. Ол мамаңыздың сестрасы біледі ма? Жоқ. Қалай сонда жатасыздар? Бір комнатада жатасыздар? Жоқ, былай ғой, түнде келмес, андай болады, тастап кел тамақ іш, кел мен саған там қой көрсетейін, там кішкентай осындай күшігіміз бар, мысығымыз бар. Алдап жүр, иә. Сосын кел мынандай ойыншық бар, там, хотя ойнайтын жаста емес болған, мен уже 5-6 класс. Сол уақыттарда уже ес біліп. Сосын төсіңізді ұстайтын, сіз не істейтін едіңіз? И ештеңе істей алмаймын, просто солай үндеме барып жатып. Сосын басқа бөлмеге жатып қаламыз, или осылай. Бірақ түнде обязательно келіп солай. Не істейтін? Осылай, иә? Тесіп кететін. Тесіп кететін. Обязательно. Хорошо. Сіз сосын тағы бір өз историяңызда жазғансыз ғой, маған 6 жасымда жаңағы сорғызды деген сияқты. Ол қандай ситуация? 6 жасыңызда ма, тиісті маған деп?
кішкентайымнан 6 жасымда емес, сол примерно ес білгеннен бес вот 5-6 класстан деп жазған Мгм. болатын сол уақыттарда. Или менімен қатар баласы болады. Енді былай бөле деп барып ойнайтынбыз, бірақ ол да тиісті ма? жоқ, ол енді ештеңе білмеді ғой, ол папасы болған сондай. Ойнап бірге жүреміз, бірақ моментті пайдаланатын просто папасы. Сосын андай момент болды, еще осылай апамыз жіберген, ер балдарды тек душқа түсіп қатындар деген сияқты. Мен далада ойнап жүргем, сол жалғызын тастап кетті. И сол мені көтеріп апарып, өзі душқа түсіріп, но как сказать, Қандай не істеді, қандай өзінің несін көрсетіп солай. өзі де голый тұрды ма? Жоқ, ол өзі мен жуындырып тұрған, потом өзі осылай өзінің несін көрсетіп. Но об этом, по идее, жазған жоқпын, не хотела. Мықты ол. Хорошо. Ол қанша уақытқа созылды ол ситуация сізде өміріңізде? Бір-ақ күн, 4-5 екі-ақ күн жыл. болды ма? Әлде 4-5 жыл үздіксіз созылып отырды осы? Айта алған жоқпын. Апта сайын, ай сайын болып отырды, қайталанып 4-5 жыл. Потом уже мен Одан бармаймын деп уже есейдім, 9-8 класс, может. Уже бармаймын деп солай үйде өзім қалсам да ешкім білген жоқ. Әлі Тек күнге сол дейін. кісі біледі, и өзіңіз білесіз, сол апаңыздың күйеуі, и сіз білесіз. А сізде ең бірінші төсек қарым қатынас сонда қай уақытта болды? Ең бірінші 18 жасымда өзіңіз кәдімгідей жігітке ғашық болып жүрдіңіз ба? Тоже былай болды. Басында да сөйлесіп, бірақ ондай нәрсе маған травма болып қалып қойды. Біреу маған тиісу сондай. Бірақ үлкен бала болатын. Примерно 3-4 ай сөйлестік. Потом жаңағыдай үйге бір нәрсе алып кірейік, қазір алып кету керек деп кіргеннен кейін, он изнасиловал меня сол кезде. Потом одан кейін не стало мен мен. сұрақ қояйыншы, неге сіз мамаңызға бір рет өз ситуацияңызбен бөліспедіңіз, немесе үлкендер вообще байқамады ма, әлде байқаса да байқамаған сияқты жүрді ма? Неге айтпадыңыз, неге бөліспедіңіз? Қорқтым просто. Кімнен қорықтыңыз? Сізге ұрсат деп қорықтыңыз ба? Керісінше сенбей ешкім? Просто бізді андай қылдырып өсірген. Там енді вот төсіміз өсіп солай шығып келатқан кезде мамам просто андай қатты ұрсатын да, типа андай киме, мындай киме, қатты сөздермен там. Не деп қатты, нақты? Ерсі сөздермен, ағаш қасық болатын, баяғыда біз мамамызды үсткен деп солай басты, чтобы өспес үшін төсіміз. Қалай басты? Ысық ағаш қасық болады, соны ыстып басқаннан кейін төс өспейді деген сияқты. Мамаңыз көкірегіңіз өсіп кетпесін деп ағаш қасықты ыстып көкірегіңізге басты ма? И орап тастайтын, чтобы не видно было. Мамаңыз? Иә. Былайынан айтқанда мамаңыздан да зорлық көріп тұрсыз ғой. Бұл да бір зорлықтың бір түрі ғой. Баланың емшегіне қасықты ыстып басу деген нәрсе ол. Ұрсып не істемейтін, қызға ерсі бұл болмайды деп солай жай айтып не істейтін. Хорошо. Қандай сезім болатын? Нормально қабылдайтын едіңіз? Басында иә, кейін қазір қалай ойлайсыз, дұрыс па? Дұрыс емес. Потому что мен класстарымнан сұрадым сол уақыттарда. Сендерге де мамалар солай басады ма деп па? Иә, есейе келе просто сол кезде шок болатын, типа қуасың ба деген сияқты. Еркелететін бе еді мамаңыз? Иә, анда-санда болады, потому что семьяда мен андай кішкентайымнан аурушам болып өстім бақты. Операция каждый год. И вот так. Сол үшін Папаңызбен ше қарым қатынасыңыз қандай? онда қатты емес. Жақын ба едіңіздер? Еркелетіп, қызым деп бір байланыс бар ма еді араларыңызда? Вообще. Сырыңызды айтып, бір папаңызға жылап барып, еркелеп барып, бір нәрсе тауып бер деп айта алатын ба едіңіз? Әлі күнге дейін айта алмаймын нәрсе. Әлі күнге дейін айта алмайсыз. Хорошо. Сосын ешкімге айтпадыңыз, құрбыларыңызға да айтпадыңыз, мектептегі мұғалімге де бөліспедіңіз.
солайынан қалып кетті жаңағы жездеңіздің де сізге қаншама жыл зорлық көрсетіп жүргені, сіздің телоңызға тиісіп жүргені, одан мамаңыз қасық басып не істеді, одан зорлап кетті. Иә, ол ауылдың жігіті ма, жаңағы зорлаған жігіт те? Иә. Өзіңіздің ауылыңыздың жігіті, иә. Бұның барлығы бір ауылдың ішінде болып жатыр, иә, бұл ситуацияның бар. Кейін Жездеңіз де. қалаға көшкеннен кейін барластық ол баламен. Ол тоже сол жақта жұмыс істеп, кейін сол жақта үй болатын қалада. Сосын бір зат алып шығайық, срочно деген сияқты қылдырып. Кірдік, Кейін потом. университетке түстіңіз. Хорошо. Ол жігітпен кейін қарым-қатынастарыңыз суып кетті ма, жүрмей кеттіңіз? Просто заблокировал везде. Неге? Не себеп болды? Звондадым. Не үшін ол сізді заблокировать етіп тастады ма? Сіз зорлап болды, блоктап Просто тастады. басында олай істеген жоқ, потом мен сұрадым, енді мен не істеймін, типа, даже бірінші курс болдым, ол кезде мен өзім дайын болмасам да айттым, если үйленуге дайын болсаң, я готова деп. Хотя я не была готова. Но қорықтым мен ондай нәрседен. Но, грубо говоря, андай, ты мозги не еби, осылай, типа, что ты это делаешь? Москваға ол көшіп кеткен по работе. И солай, короче, везде заблокировал, не до этого деп, не до тебя деп. Просто сөйлеспей қоя салды сізбен. Хорошо. Сіз ол кезде қай қалада оқып жүрдіңіз? Универге түстіңіз, иә? Өзім қаламда. Өзіңіздің қалаңызда мұғалімдікті оқып жүрдіңіз, иә? Хорошо. Сосын оқуыңызды бітірдіңіз. Студент кезіңіз қалай өтті? Отбасыңыз көмектесті ме, ақшалай, әке шешеңіз төлеп, немесе грант оқыдыңыз? Өзім 11 бітіргеннен жұмыс істеп бастадым. Официант болдым. Оқуыңыздың ақшасын өзіңіз төледіңіз? Сатушы болдым, аниматорда болдым. Ата-анаңыз көмектесе алмады, иә? Мүмкіндігі болмады ма? Былай просто бірінші уақытта осылай, бірінші семестр дейма, сол уақытта салды, потом қалай айтсам болады, ойлап жүрдім, төлейді, бірақ андай моменттер болады. Вот ертең мен өз мамандығыммен қалап түспегеннен кейін всегда айтатын, вот сені оқытамыз, ертең күні сен мыналарды оқытуың керек қалғандарын, ты обязана. Жауапкершілікті уже мойныңызға артып бастады, иә? Иә, сен грантқа түсе алмай қалдың, вот. Қандай сезімде жүрдіңіз? Қараңыз, қаншама жыл ауылда зорлық көрдіңіз, сондай жаңағы туысыңыздан, иә? Университетке бардыңыз, жігітіңіз тастап кетті, сізбен жатып алды да, блоктап тастай салды, керек емес, бір мусор сияқты тастай салды деген сияқты. Жездеңіз де өз тірлігін бітіріп алып жүрді. Университетте қандай сезім келді? Не ойлап жүрдіңіз? Болашаққа қандай планыңыз болды? Басында ештеңе ойламадым, бірақ мен андай психологически уже, честно, типа, ер адамнан шамалы, например, айыра алмайтын болдым, күліп, әңгіме айтып тұрып, сондай қорқатын болдыңыз бәрінен, иә? Иә, бірақ шамалы жылу көрсетсе, как будто жаны ашып тұрған сияқты болып, хотя ондай моменттер ни разу не было. Ол отношениядан кейін, отношения құралдыңыз ба, жаңағы тастап кеткен жігіттен кейін? Одан кейін, я өзімнің жаңа бірге оқыған универдегі үлкен баламен тоже 1-2 жас. Но ол отношенияда ондай не болған жоқ, жақсы. Орда қарым-қатынасқа түстіңіз, де? Сол өзімнің семьямның отношениясы сияқты семья болды. Ну, жігіт пен қыз болсақ та, мен оған көп көмектестім, өзім жаңа әке-шешем алып берген үйде тұрғыздым, бірақ всегда андай тоже. Сенің үйінде тұрдың? Иә. Ол жігіт. Әке-шешелеріңмен бірге тұрдыңдар ма? Жоқ, маған бөлек, маған емес, енді сол бір үй алып қойды, сол жақта мен оқып не істедім. Сосын, ну, избивал тоже. Мен ойландым, типа, мен семьямда болған нәрсе, значит, это нормально деп. Солай 3 жыл. Екінші жігітің, получается, сен үйіңе келіп тұрып алды. Еще тұрып алғанымен, тегін тұрып атқанымен жұмыс жоқ, еще сені ұрды. Ішетін, қызғанып. Не үшін онымен тұрдың енді, айтшы? Ну, всегда айтатын сөзі, там, үйленеміз, и, типа, осындай ара қатынас болса да, төсектегі. Ол жақтың точкасын кім қойды тағы? Ол жақтың точкасын кім қойды? Сен кетіп қалдың ба, шығарып жердің ба үйіңнен, или ол кетіп қалдың? Со временем просто өзі айтты, қоя салайық деген сияқты. Кетті біз. Иә. Хорошо.
Потом универді бітірдің. Осындай отношениялар көп болды ма, или осы екеуі ғана болды? осы екеуі. Одан кейін уже менде Алматыға келдім. Сосын 3 ай тұрғаннан кейін обратно қайтып кеттім. Кейін өзіңнің мұғалімдік жұмысыңды жасадың. Қанша айлыққа? Қанша ай? Айлық қанша алдың мұғалім болып жүргенде? 120-150 аз бірінші кірген кезде. 120-150 мың. Сосын ол жұмысты ауыстырдың. Қалай келдің? Айттың ғой, жаңағы проституция деп, проститутка болдым деп. Бірінші мұғалім болдым осы. Мұғалімдіктен кейін қалай ауысып кеттің? Резко екеуі бір-біріне Алматыға келдім ғой ол кезде. Хорошо. 1 жыл бұрын сол 3 айдай 4 айдай тұрдым. И то былай басталды. Вообще кредит деген нәрседен. Достарыма, сосын Айлығың жетпей кредит алған. Мына келдім, ең бірінші Алматыға 1 жыл бұрын. Сосын ол кезде официант болып жүрдім да, өзімде ешқандай кредит ештеңе жоқ. Сосын жаңағы Ақтөбенің бір қызымен танысам, сол Ақтөбе жүрген кезде мына жаққа келіп дұрыстап араласамыз да, кейін соған кредит алып бердім. Тағы бір 2 подругама кредит алып бердім. И солай жүріп, айналаңдағы подругаң барлығы жаңағы проститутка жұмысына кіреді ма? Иә. Сосын кейін айта берейін ба? Сен де Наркотик. Наркотик қабылдадыңдар ма? Иә. Сосын соны Оны қаяқтан сатып алдыңдар? сол қасымда қыздар алып келетін. Сосын солай каждый Қанша жастарыңда қабылдап бастадыңдар наркотикті? 21. Қорықпадыңдар ма? Басында Үйдің ішінде шегіп отыра беретін бе едіңдер қабылдап? Сосын кейін Мен вообще қалып. қазір таң қалып отырмын. Сондай доступный нәрсе екен ғой деп 21 жасар қыздар онда алып қабылдап жүре берсін. Сол үйде қыздар алып келетін таныстарынан кейін уже мен кредитпен несе алмадым да. Ата-анаң білмейді сен мына жақта шегіп жүргеніңді, проститутка болып бастап жатқаныңды. Жоқ. Сен уже бір миыңа бір ой келді ма? Уже совсем басқа жолға кетіп бара жатқаның? Келді, бірақ менде возможность болған жоқ, потому что кредитті жаба алмаймын, мен осы проституцияға келдім, агентствоға. Басында сонда сенде мынандай ғана шешім болды ма? Қазір менің айлығым мұғалімдікпен ол 120-150 мың теңге, Алматыға келді. Мен сәл қымбат өмір ғой енді бұл жақ басқа қалалардан. Проститутка ғана болу выходын көрдің ба? Басқа көз алдыңа выход көрінген жоқ, басқа андай мына жақтан ақша таба алам, мынандай нәрсе бастай алам, мынандай нәрсе қолымнан келеді. Енді по идее болды, бірақ деген кредит бәрі тіреліп тұрғаннан кейін мына жақта тез ақша ғой. Реклама просто былай еще Күнделікті аласыңдар. 2 аптада аламыз, бірақ просто проживание бесплатно. Жаңағы проститутканы сендерді оқытып, қалай сөйлесу керек, қалай билеу керек, қалай қылық шығару керек, соны үйрететіндер тегін жалдап береді. Бесплатно болды. Әдемі вилла жалдап береді ма? Иә. Кейін сол наркотиктен кейін тамақтарың тоқтат, о жақта тамақтарың тегін. Айына 1-ақ рет алып келетін. Продукт әкеп қояды. Продукт әкеп қояды. Комслуги төлемейсің, интернет төлемейсің. Әдемі условиясы бар квартира шығар, квартира ма, вилла ма? Әдемі ЖК. Сейфуллин Аль-Фараби. Сейфуллин, крутой район, әдемі ЖК. Конечно, о жақтан ешкім кеткісі келмейді. Удобствоны барлығын создавать етіп қойған, уже сен хотелкаң барлығы жабылып тұр ғой. То есть айлығың и так осы нәрселерге кететін еді, сен өмір сүру, комуслуги деген сияқты. Хорошо. Сосын о жақтан проститутка болып қанша табыс таптың? Көп дегенде. 2 аптада ол шоу көрсеткенге байланысты басында 160, сондай 200 болады. Потом миллионға дейін енді жеткізе алмадым, бірақ максимум бір 400-500 мыңдап 2 аптада. Солай екен, сол наркотиктің кесірі, кейін қыздар болып таба алмадық та, и сайт бар, сайт знакомства, сол жақтан я познакомилась бір баламен, сосын тауып берем дегенге сол жаққа тағы барам, и тоже бір жігітпен танысып проститутканың жұмысын тауып берші дедің ба? Жоқ, сол жұмыста жүріп наркотик тауып берші дедің. Тауып берем дегеннен кейін соған бардым. Сен до того наркотиксіз өмір сүре алмайтын болдың ба сонда?
ну эфир жүргізу керек болды бізге, біз түнімен ұйықтаған жоқпыз. Эфирді без наркотика жүргізе алмайсыңдар. Я тем более біз түнімен ұйықтаған жоқпыз, а наркотиктен кейін ұйықтатпайды, ол просто энергия береді, как энергетик. Получается, сендерді сол анау проститутка басқаратын, сол ортаны басқаратын адам беріп тұр ғой примерно сендерге, Иә, наркотикті, иә. Солай бастады. Сендер ана жерде шешініп қуып бәрін жасап жүру үшін. Кейін соны табам деп жаңағы балаға барам, и ол бала тоже алдап алып береді, бірақ тоже кредитке отырғызып кетеді 1 миллионға. Кредит алып берші дей ма? Я, ол тем более біз, я тем более... Типа сен жақсы көрем дей ма, егер қалай? Ну, будем общаться, пожалуйста, типа, қазір қиын момент болып тұр, осылай. Ему под кайфом, ондай нәрсені щедрый болып көрінеді, солай. Сосын Наркотикті қабылдатып отырып сұрады. Солай тағы кредитке кірдім. Ол менше қарым-қатынас болды ма? Төсек қарым-қатынас, секс болды ма? Да. Короче, бәрін алып алды ана жігіт, керегін. Одан кейін жоқ болып кетті. Қайтармаймын, ну, ай сайын жауып отырамын деген сияқты болды. Сонда наркотик қабылдағанда бүкіл әлемді ұмытып кетесіңдер ма? Қандай состояние ол? Состояние на расслабоне, бәрін ұмытып кетеміз, проблемы там, общительность жақсы болады. Еркін, шешіну керек болса шешініп, билеу керек болса билеп жүре бересің. Қандай секрет бар, бәрін просто ляпнешь просто. Хорошо. Сосын дальше. Ол ситуация бітті. Қанша уақыт жұмыс жасадың проститутка болып? 2 ай примерно. Сосын жаңағы кредит алып берген бала қайтадан начал, типа, вот сен перепискің бар, наркотик іздеген, шантаж істеп, тағы да кредит алып берді. Сосын мен айттым, уже жоқ, ешқандай одобрение бермеді маған, болды деп. Потом сол шантаждан кейін уже мен Ақтөбеге қарай кетіп қалдым. Сол. Хорошо. Енді сен айттың ғой, ана құрбыларымда проститутка екенімді біледі, тоже шантаж жасады деп. Оларда ақша алды ма сен? Шантаж емес, по идее. Ну, былай. Шантаж болмағанда ол не, мысалы? Ақша біреуден сұрау, сен проститутка екеніңді айтып қоямын деу. Шантаж ғой. Жақын құрбыларың ба, класстастарың ба? Жоқ, просто осылай қыдырып жүріп танысамыз, или жұмыс істеп жүріп танысқанбыз. Енді сен өзің қалай ойлайсың, неліктен сен бұндай жолға келдің? Жаңағы кредитті төлеу дедің ғой. Хорошо, ол кредитті төлеуді біз түсініп тұрмыз, сенің ақшаң жеткен жоқ та. Ал психологиялық тұрғыда не деп ойлайсың? Сенің ішкі состоянияң, ішкі әлеміңде не болып жатты? Саған психологиялық тұрғыда, рухани жағынан не жетпеді? Материальный ұмытшы, ақша жетпеген түсініп тұр. Рухани жағынан. Поддержка. Поддержка. Кімнен? Бірінші очередь үйдегілерден, наверное. Әке-шешеңнен. Да. Сосын? Кейін ішіңде бір сезім болады ма? Әттеген-ай, менің анам мынандай қарым-қатынас жасағанда, немесе менің әкем мынандай қарым-қатынас жасағанда, қазір проститутка болмайтын едім, наркотикті қабылдамайтын едім, мұндай жолға түспейтін едім деген. Болады, что... Қандай өзгеріс, не айтатын едің? Мысалы, біз қазір көп адам көріп отыр да, көреді, қарайды, мыңдаған адам. Мысалы, ата-ана мен баланың арасында қандай отношение болу керек, особенно қыз баланың да. Мысалы, сен қазір жолыңнан бүйтіп кетіп отырсың, нормально мұғалім болып жүрген жағына, вообще айдалаға ана жаққа. Тем более наркотик деп жатсың, темекі, кальян емес, Сонда ата-ана баласына қандай поддержка беру керек? Ашылып сұраса... Сенде не болып жатыр деп па? Уже примерно, 15-16 жасқа келген кезде хотя бы сұраса, там бәрін түсіндіріп, қатты айтпай, чтобы қыз бала мамасына хотя бы ашылып айта алатындай да, қорықпай. Месячный келгенін айттың ба, мамаңа бөлістің ба? Жоқ, ол кезде өзімен өзім. Мамаң даже сұраған жоқ па, месячный қалай келіп жатыр, кетіп жатыр? Оны өзің примерно білдің ба, қалай ауыстыру керек, не істеу керек?
өзім самостоятельный, ешкім ешқандай айтқан жоқ, осындай уақытта келеді, осылай жасайды, ондай ештеңе болған жоқ, готовность, просто мамаңмен қарым қатынас жақын болған жоқ, иә, былайынан айтқан осы кезінде? уақытқа дейін вообще болған жоқ. Болған жоқ, хорошо. Әкеңнен ше, әке қандай поддержка беру керек, қызға қалай ойлайсың, қандай қарым қатынас осындай жолға түсіп кетпес үшін не істеу керек әке? Хотя бы мен ойлаймын, чтобы маған материально көмектеспей ақ қойсын, хотя бы морально, қызым сенде бәрі жақсы болады, или бір нәрсе сұраса, там еркелетсе де маған сол жететін еді, потому что ақшаны былай тұрған кезінде әшейін жылы сөздерін де ала алмадың, иә? Содан мен хотя бы өзім жұмыс істейтін едім да, мен мына жақта просто, понимаете, еркектерде махаббат алдың ғой, бәрібір бір сағат болсын, иә? Внимание аласың. Тем более на агентство келген кезде де вебкамда администраторлары, там әйел адамдар да бар. В основном андай саған бір жаны ашып тұрған сияқты сөйлейді да. Вот ты красотка такая, молодец, у тебя все получится, типа қандай проблемам бар, давай. Мен андай момент болды, басында кірген кезде типа шығып кетемін деген сияқты, это не мое деп жылап. И нет, дорогая, говорю, что с тобой, давай поговорим. Бізге всегда жазып тұр, как психологи же, типа всегда поддержка беретін. И мен ойлайтын, вот ертең сен не істейсің, может давай мен саған қазір ақша бере тұрайын деп. Бұл жерде мен мынандай нәрсені көріп тұрмын. Сенді, иә, просто сену, иә, сенің қолыңнан келеді деп. Ата-анаң сондай нәрсені күттің ғой сен, иә. Сенде бәрі жақсы болады, жаным, қолыңнан келеді сенің деген сияқты жылу сөздерді де, иә. Мына агентство сондай сөзді берді ғой, былайынан айтқанда, иә. Саған сенді. Мен ана жерде көрермендерге айтқым келіп тұр да, қараңыздар да, мұғалім қыз сенім білдіргеннен айналасындағы адамдар жаңағы орталықты басқаратын. Былайынан айтқанда, әрбір еркектің алдында шешінуге дайын болды да, сенімнен. Көз алдыңызға елестетіңіз, ол картошка сатқаннан да, инстаграм жүргізгеннен де, бір рилс түсіргеннен де өте қиын біреудің алдында шешіну деп ойлаймын, иә? Оңай емес шығар. Бір шешініп, неше түрлі қылықты көрсету оңай емес қой айдаладағы еркекке. Ал сіздер ойлаңыздар, өсіп жатқан қызыңызға, ұлыңызға сенім берсеңіз, иә, президент боламын десе, иә, президент бола аласың, ғарышкер боламын десе, ғарышкер бола аласың, немесе кім боламын десе де, иә, дұрыс өзінің бір арманы бар болса, бұлай демеп жүрсеңіздер, ата-аналар сіздердің бір сөздеріңізден бала қалай ұшатын еді. Біздің алдымыздағы Ая кейіпкердің сөзін естіп отырсыздар. Морально қоя беріңізші, ақшаны қоя беріңізші дейді да. Просто жылулық, поддержка, не болып жатыр, қалайсың, или бір еркелетіп қойса да соның өзі маған жететін еді деп. Мысалы, Ая ауылдан шыққан ше, ауылда өскен да, ортамызда қаншама Ая қазір проституткалар көп, Қазақстанда. Не только даже боди, даже вебкамдар қазір көбейіп жатыр. Көбейіп жатыр, иә, боди массаж. Сайттар бар, можете найти любой. Қараңыздар да, ауылдың қызы әкешен кім болып жұмыс жасайды? Айтпай қойсам болады. Қарапайым ба, госслужба ма, әлде кәсіпкер ма? Бюджетники. Тоже бір жұмыс орында жасайтын қарапайым отбасының қызы да, ешкім бұны отбасында да ойламайды, қыздар проститутка екен деп Аяның түрінде көріп, вообще өмірде де көріп ешкім ойламайды деген сияқты да. Ата-аналар сіздердің қастарыңызда да, немесе сіңілдеріңіз, өз қыздарыңыз, дәл Ая сияқты бір қалада, немесе өз қалаңызда да осылай наркотикпен, иә, қызығып, немесе шегіп осылайынан проститутка болып жүруі әбден мүмкін, иә. Бұл жерде барлық нәрсе психологиялық поддержканың жоқтығынан басталып тұр ғой, блоктан, балалық шақтағы. Мысалы, мына жерде мен қандай анализ көріп тұрмын, сен кішкентайыңда өстің, ең бірінші сенің әкең анаңды ұрды, жаңағы екеуі ұрсысты, айғайласты. Енді былайынан айтқанда анаң зомбылық көріп өсті ғой, көз алдарыңда сондай ситуациялар болды, и оны сен қайта-қайта көрдің, нормально деп ойладың. Анаң барлық адамға айтатын бет, мен күйеуім ұрды деп. Вот анаң сен айтқан жоқ, иә?
адамдарға айтпайтын, жасыратын. Сен бардың, жездең саған тоже 5-6 жыл дедің ғой, иә, жаңа 5-6 жыл дедің, иә, 4-5 жыл 4-5 жыл саған тоже осындай зорлықтарын көрсетіп жүрді, ай сайын, апта сайын, әйтеуір үзілген жоқ қой 4-5 жыл. Анаң сияқты сен де оны ешкімге айтпадың, нормально деп ойладың. Жігіт сені зорлап кетті, нормально деп ойладың. Ана жігіт келіп сені үйіңе келіп ұрып кетті, хорошо деп ол жерде де қала салдың. Мына жаққа келген кезінде мына жігіт те саған кредит алғыздырып жатып тастап кетті. Ешнәрсе істеген жоқсың ғой, былайынан айтқанда, заявление жазып тұрған жоқсың, өзіңнің құқығыңды қорғап тұрған жоқсың да. Бірақ сен бүкіл ситуацияда ата-анаңмен болсын, иә, туған анаңмен жаңағы емшегін қасықпен басты дедің ғой. Шынымды айтайын, мен ондай емшегіне ыстық зат басу арқылы емшекті кішірейтуге болады дегенді естімеппін. Мен те көкірегім үлкен болып өскен кішкентай кезімде, бірақ ондай нәрсені жасаған жоқ ешкім. Қара, бұл жерде, бүкіл жерде сен бірдей ситуация, состоянияны проживать етіп жатсың. Барлық жерде сенде бір состояние, бірақ актерлары, актрисалары өзгеріп тұр. Сенің театрыңдағы сен өз состоянияңды постоянно проживать етесің. Біресе мамаң, біресе жездең, біресе ана Москваға көшіп кеткен жігіт, біресе Алматыдағы наркотик тұсынған жігіт деген сияқты, біресе ана қолыңа келіп алған жігіт, подругаларыңда. Бұл жерде ситуацияның барлығы бір ғой. Өзің қалай ойлайсың? Анализ жасашы қазір. Примерно бір сені состоянияға түсіреді. Қалай ойлайсың? Тек адамдардың жасы, аты, полы өзгеріп тұр. Бірақ всегда мен өзімді кінәлайтынмын. Типа, не үшін осыншама аңқау болдым деп. Не істеп қойдым, или там, что я сделала плохого? Постоянно сенде чувство вины болатын. Олар сен зорлап кетті, ұрып кетті, алдап кетті деп ойламайсың. Всегда мен өзім кінәлімін. По факту, былай қарағанда, әлі күнге дейін ойлаймын, я сама виновата. Потому что аңқаулығым, или, не знаю, даже, я суицид сделала тоже. Қанша жасында? Былтыр сол, примерно, бір 7-8 ай бұрын шығар. Кімдер білді оны? Ата-анаң білді ме? Енді ол уақыт өткеннен кейін барып қана білді. Қолымда шрам, потом қой деді, и потому что мен осы кредиттен кейін андай моменттер болғанда болды, сол қалсаң қал, Алматыда. Суицид жасар алдында кіммен бөлістің? Ешкіммен. Кім көмектесті? Сама сделала. Бір адамға болсын жібердің ба? Суицид жасап жатыр. Ешкімге жібермедің, иә? Просто тыныш. Потому что сондай сөз болған, что келмей ақ қой, сол жақта лучше өле сал. Мамаң мен папаң айтты ма, өле сал деп? Не үшін өле сал деді? Позор қылдың там, потому что кредиты прям долбить етіп звондай берді. Каждый Каспий ма? Займ тоже есть. Займ мен Каспий звондай берді. Сіздің қызыңыз кредит алды. Туысқандарға там еще. Лучше сол жақта өле салшы деді ма, келмей Да, потому что туысқандар тоже мамаларға айтатын, не істеп жүр деген сияқты. Енді ая бүкіл осы проблемадағы ең үлкен проблема сен үшін не деп ойлайсың? Кішкентайыңнан басталған проблема не? Жетіспеушіліктен? Үйдің үлкені болғаннан кейін внимание, наверное, жетіспегендіктен всегда андай болдым мен. Қазір осы моменттер шығар, шамалы тұйықталып қалған. Всегда күліп не істеп жүрмін, бірақ көп ашыла алмаймын. А до этого всегда андай болды менде. Любой ортада внимание іздеп тұрамын. Вот честно, что мен даже ашық киінем, хоть жарасын, хоть жараспасын, қандай макияж, чтобы мен яркий болып көрінгің келеді. Ортамнан бөлек внимание алу үшін. Хорошо. Енді ая мен ата-аналарға өзім тарапымнан кеңес айттым, иә. Сен ата-аналарға не айтатын едің? Балалары сенің сияқты положенияда қалмас үшін, отырмас үшін, сен сияқты жолға түсіп кетпес үшін. Особенно әйел кісіге не айтатын едің? Мамаларға. Қатты контроль керек емес, по идее, қыз балаға. Потому что каждый день, даже әлі уақытқа дейін болады, осы уақытқа дейін. Менде просто операция болған, женский да бұрын. И по идее ұмытып кеткен нәрсе, да, 6 жыл ма уже. Но
м, жаңағы үйдегілер тарапынан андай болатын, проверим, давай гинекологқа барып деп. И мен уже там нечисто, мен уже типа қоя салайық, құрсын нормально все дегенде, сен неге қорқасың деп ше, осылай бір нәрсең таза емес па не деп, осылай сарказммен или не знаю тиісіп, и вот эти все, короче, мықты не істейді, мықты контроль керек емес, сосын мықты свобода керек емес, бірақ всегда қалай айтсам болады, ашылып сұрап та, қайда, кіммен барасың, или не мазалап жүр, неге настроениең жоқ. туысқандардың үйіне тастап кету дұрыс деп ойлайсың ба, әлде тастамау керек па? Желательно. Вообще қолдамаймын ондай нәрсені. Қазір мен, например, қалай ес білдім, уже мен қорқамын өзімнен кейінгі болсын, басқа бауырларым болсын ше, Өміріне соларға қорқасың, иә? Іштей бұларды да всегда қастарында жаңағы қыздар болса, всегда тексеріп, андай сұрап, бір нәрсе, өзімнен кейін қыздар бар, двоюродной сестренкаларым да бар, бәріне сұраймын просто. Тұрмысқа шыққан кезінде Ая өзінің қызына қандай тәрбие беретін еді, қандай үш тәрбие бересің? Даже ол нәрседен де қорқамын, что тұрмысқа шыға аламын ба даже Қазақстанда. Шыға аласың. Даже сен қазір тұрмысқа шығу ешкім мені алмайды деп ойлайсың, иә, уже, иә? Да. С таким. Сонда сен уже даже болашағыңды қазір ойлана алмайсың. Болашақта өзіңді ана ретінде көріп тұрған жоқсың, бақытты әйел ретінде көріп тұрған жоқсың. Реализованный, әйтеуір бір бизнес жасап жатқаныңды көре аласың ба елестетіп? Да. Мен могу там жұмыс істеп, үйдегілер көмектесіп, өзім там, а так отношения болғанда вообще не могу. Мен даже вот пыталась общаться, бірақ қорқам просто андай ше, тек виртуальное общение, и дальше уже бір нәрсе болса, вдруг ертең бетімен басады, вдруг там үйдегілерге проститутка екенімді біліп қояды деп па, бұрын болғанымды? Ну, өзім айтқан күннің өзінде де вдруг ертең реально бетімен басады. Ондай өмір уже не могу я. Қатты қорқасың. Даже прикосновение, вот жақындаса ер адам, мен рұқсатымсыз, и менде уже андай қорқыныш, страх. Да, как будто сол баяғы ситуация қайталанатын сияқты. И не болып қалады, там қарсы аса алмаймын мен, просто үндемей тұрамын. Қазір өміріңде ең қатты өзгерткің келетін нәрселерді айтшы, не ол? Хотя психологически блокты шешуге мен неге сен мысалы осы жолда айтып жатсың ғой, жаңағы осындай ауыр жолға келдім деп та, психологияның маңызды екенін қалай түсініп тұрсың? Видеолар, нелер пытаюсь көруге, кітап та оқимын. Қазір уже өзіме өзім андай момент болады, көп бір депрессияға түсіп кетемін да, ойлаймын, вдруг беріле салсам бекен деген сияқты. Но сол видеолардан неден кейін ойлаймын, типа не үшін мен өзімді кінәлаймын, бірақ по-любому миыммен ойлаймын да, бірақ ішімде по-любому тұрады андай. Психологиялық проработка керек деп ойлайсың. Тағы қандай өзгеріс? Не қалайды қазіргі Ая? Честно, только хотя бы осы состояниедан шығып алсам, ішімдегі андай ұйықтатпайды просто мына ой, типа любой ортаға бет жұмыс істеп не істесем да, шамалы бұрында внимание жақсы көретін болдым, уже қазір последнее время шамалы внимание бөлінсе, вдруг мен танып қойды ма, вдруг там. Танып қойғанда сен суретің бүкіл жерде жүрді ма, не? Да, видео сайтта өшіріледі деген, бірақ сайтта, значит, сен танып қояды деп қорқатсаң, значит, ол сайт иностранец емес, қазақтарға да арналған ғой, получается, да? Жоқ, иностранный сайт, бірақ ішіне андай қайтсам болады, ақшамен төлеп па кіруге болады. Қазақтар да кіре береді, короче, біледі қазақтарда. Проститутка керек, адам қызық керек, еркек тауып алады, иә? Хорошо. Жаңағы саған психологиялық проработка керек дедің, хорошо, жүрек тыныштығы керек, иә? Состояниені ретке келтіру керек. Сосын тағы не қалайсың? Қазір саған керегі только осы екі нәрсе ма? Жүрек тыныштығы, психологиялық жұмыс,
Басқа енді ештеңе күте алмаймын ешкімнен, потому что лақтыратын адамды ол лақтырып, айтатындарын айтып, жасайтындарын жасап кетті. ата анаңмен дәл қазір қарым қатынасың қандай? Қайдасың, қалайсың, типа болды. Қазіргі планың не, мысалы? Хорошо, психологиялық проработка екенін түсіндік. Келесі қадамың қандай жұмыс жасаймын деп ойланып жатырсың? Қайда барам деп ойланып жатырсың? Не істеп жатырсың? Пока ешқандай жұмыс жасап жатқан жоқпын. Енді Қалай күн көріп жатсың? Анда-санда істеп тұрасың ба әлі? жоқ. Честно, обратно там кредит алғам, чтобы мына жаққа көшіп кету үшін, потому что әлі давка біткен жоқ Ақтөбеде. Мама Обратно айтып папаңнан қойдым. давка ма? Мама папаңнан давка ма? Ну, ол жақтан да бар. Еще просто осы апрельде не болған шантаж, сол видеоға байланысты. Сен даже адамдар видеоға түсіріп алған ба Жоқ. жұмыста? Бұрындағы видео интернетте сақталып қалды. Сол таңға дейін 200 мың жібер, типа ты же знаешь. Ол жақта сен киімің, еш нәрсең жоқ па сонда? Тұр жалаңаш. Ну, 2-3 видео бар. Біреуінде былай там разные. Не істеп жүрсің? Билеп сондай жүргендерің ба? Или прям бір еркекпен түсіріп алған? Нет, Өзің, өзім, иә? бірақ там есть игрушки всякое, сондай қолданып жатқан. Ну, разные видеолар, бәрін тауып алып жіберді телеграмнан таңға дейін. Ну, типа, Салдың ба дорогой, енді сол ақшаны? Менде ақша болған жоқ, сол үшін айттым, білгенді істе деп. Сен просто қазір ше, ол адамдардың барлығынан қорқа берсең бар ғой, пайда жоқ. Сен қазір, мен саған қазір проработканы бұл жерде бүкіл адамның көзінше жасап бере алмаймын, но бірақ қазіргі таңда сен олар не айтса да, наоборот, сен шантажсың, оларды сотқа бере аласың, білесің ба? Сен сол сөзді айтуың керексің ғой. Маған десең қазір бар да менің фотомды бір жерге Әл-Фараби Сейфуллинаға іліп қой, көшеге или мен есік алдыма іліп қой. Мен саған заявление жазам. То есть сен уже өзің шекараңды қорға, потому что ол адам, былайынан айтқанда, қылмыскер, сен емессің. Сондықтан уже сен заңмен сөйлес, сен қашанғы жүресің өйтіп біреуге 200 мың беріп. Через телеграм не можем же по-любому. Ау? Телеграм арқылы біз таба алмаймыз. Кімді таба алмайсың? Например, вот шантаж істедіңіз, делік маған. Сізде енді ол хорошо, сен былайынан умна жаса, ол телеграмда сен оған не почтамен ақша салып жіберейін деп жатырсың ба? Бәрібір ақшаны сен біреудің счетына саласың, біреу арқылы ақшаны алып кетеді, ол дұрыс па? Каспи ма не жазды? Или сендерде ондай әлемдерде тағы наркотик сияқты бірдеңке бар ма, андай бір перевод жасап жіберетін? Терминал бар ғой, ұмытып қалып тұрмын. Мен ойлаймын, бәрібір не қаншама қылмыскер ұсталып жатқан кезінде бұны табудың жолы бар деп, невозможно деп, себебі біз Қазақстанда өмір сүріп жатырмыз, бізде қорғайтын заң бар да. Сен қашанғы жүресің былайынан, телеграм бар ғой, анау бар ғой деп сен қарастыру керексің. Өзіңе адвокат жалда, барды заявление жазып таста. Себебі былай жүру, былай қайталана беру мүмкін емес қой. Сол сенің айналаңдағы 5-6 адам шығар, қайталай беретін примерно сен видеоларыңды жіберіп шантаж жасап, иә? Білмеймін, такие. Просто телеграмды өшіріп тастағам сол кезде. Хорошо. Енді ая қараш, екеуміз сөйлесіп отырмыз, қаншама ішіндегі әңгімені айттың, ішіндегі болып жатқан ситуация, қазіргі состоянияны айттың, иә? Ақша жетіспеушіліктен проституция жолына түсіп кеттім дедің. Ата-аналарға уже кеңесіңді бердің. Енді қаншама жас қыздар бар, сен сияқты ата-анасының қолдауын алмай жүрген, қаншама кішкентай кезінде өзінің атасынан, отшым бар ғой, жаңағы мамасының бір екінші күйеуінен зорланған қыздар бар да. Ол қыздарға не айтасың? Өзіңнің бір әпкелік, сіңілік қандай кеңесіңді бере аласың? Сен батыл болып,
осы историяны бөлісіп жатырсың. Айттық қой, 24 сағат, әрбір 3 сағат сайын бір әйел зорланатын болса, значит 24 сағатта қанша әйел зорланады? 8 әйел, иә? Примерно күніне официально 8-10 әйел зорланып жатыр қазір. Сенің примерно өмірің түсіріп жатыр. Қандай кеңес, қолдау, мотивация бересің? Қазір түсінгенім, любой проблеманы по идее шешімі болады ауыр или жеңіл. Что ол кезде мен просто ойланбай бара салдым ба, или білмеймін қандай оймен барғанын даже. Айтқым келеді қыздарға, кез келген проблеманың шешімі болады. И старайтесь, например, туған туысқан жоқ емес бар, хотя бы кредиттің проблемасы болса 20 мыңдап 30 мыңдап сұрап, хотя бы солай жауап, сосын со временем жұмыс істеп деген сияқты, а не так уже оңай жолға, потому что уже бұл нәрсе менің там маңдайымда қара күйе болып жағып қалып, все, оны никак өшіре алмайсың. И кейбір бар, например, таныс қыздарым боди дегенде істеп, типа андал айтады, вот сен сияқты интернетте жүрген жоқпыз деп. Ну, хотя это то же самое. Ондай, оның бәрі енді үстінде тоже давка, типа өзіме кейінгі кіші қыздар болғасын айтқам, қоя сал ертең, болмайды деген сияқты. Вот мен басымнан осындай нәрсе өтті деп. Қойшы, сен сияқты интернетте жүрген жоқпыз ғой, шүкір деп. Вот керек емес, просто басымды тік көтеріп жүре алатын деді. Мен кезінде қандай болдым, хотя бы осы жұмысқа дейін, хоть мен кредитім болсын, хоть мені жігітім там зорлап кетсін да, ұрсын, бірақ мына жұмысқа дейін мен более нормально болды психологически, андай не болған жоқ. И осы жұмыстан кейін уже андай басын тік көтеріп жүре алмайсың. Проститутка болу, иә, ақша үшін жаңағы бір адаммен, жігітпен, еркекпен қарым-қатынасқа түсу, ақшамен проблеманы шешудің жолы деп айта аласың ба? Емес, иә. Что, кому как, по идее. Например, мен сол агентствода мен директорым тоже предлагать етіп, сондай моменттер болған, прям көмектесем деп, хоть женатый, ол менде отношения болған, андай төлеп берем кредитімді осылай деп. Төледі, но по-любому андай ше. Сенде андай ма? Қазір мысалы саған отношенияға түсу оңай ма? Қалай сонда сен? Бір еркектен кейін бір еркекке қалай? Сейчас уже больше, бір жылдай болды, уже все андай болады ғой. Сөйлесе алмаймын, хоть қандай еркек болсын. Могу былай, привет, типа осылай, да, а дальше уже отношения болса да, хоть левый, хоть дұрыс жағына, хоть дұрыс емес жағынан араласатын ер адамдар ол жақындап баратса, мен ойлайтын сол нәрсе, вдруг мен тағы қолданып кетеді. Хорошо. Сендім ғой мен жігітіме өзімнің. Енді мен мына жерде өзім саған барлық историяңды тыңдап, кеңесімді айтып, осы эфирімізді қорытындылайық, иә. Мен бұл жерден ең бірінші қандай нәрсені, жаңағы нәрсені қайталайым. Бұл жерде сен просто состоянияны қайталап отырсың. Просто актер-актрисалар өзгеріп жатыр, бірақ сен сол бір состоянияны проживать етіп жатырсың. Чувство вины, страх и обида, иә. Ол адам, конечно, кетеді. Получается, сен обида, осы чувство вины, страх, и потом қарыз состояниясын, иә. Осы төрт нәрсені сен, төрт эмоцияны, состоянияны проживать етесің, болды. Ал адамдар болса, ауысып тұрады. Бұл кішкентай кезінен бастап қарым-қатынастан. Мынандай ғой, психологияда біз айтамыз, кішкентай кезіңнен проработка жаса, барлық нәрсе кішкентай кезден басталады. Бір адамдар серьезно қарайды, бір адамдар несерьезно қарайды да. Бірақ өзіңде көріп тұрсың, ең маңызды фактор да, мен әйелдерге айтқым келеді, еркек хорошо сізді ұра берсін, еркек измена жасасын, иә. Бірақтан бәрібір бала шағаға әйел баласының поддержкасы өте қатты қажет.
Сондықтан әйелдер дәл қазіргі таңда өздеріңізді қолға алып, кітаптар оқып, спорт залға бармасаңыздар да үйлеріңізде спортпен занимация етіп, кішкене өздеріңізге деген махаббатты оятып, балаларыңызға шынайы махаббаттарыңызды беріп, болашақ ұрпақты тәрбиелеу просто сіздің қолыңызда тұр да. Өзіңіздің қызыңыз осылайынан Ая сияқты жаман жолға түсіп кеткенін білмей қаласыз, сіз просто білмей қаласыз. Аяны да әке шешесі қазір үш ұйықтаса түсіне кіріп жатқан жоқ шығар, біздің қызымыз проститутка болды деген сияқты. Сондықтан осы нәрсені айтамын. Одан кейін барып кішкентай кезінде мысалы қазір отношения, отбасылық отношенияда өте маңызды. Баланың көзінше ұрсыспау, балаға өзіңнің махаббатыңды беру, ақшаңды беру, қызбен ашық сөйлесу, месячный қалай келіп жатыр, көкірегі өсе берсін, ол табиғи нәрсе да, бірақ ол қызды алып жаңағы көкірегі өспес үшін неше түрлі нәрсе жасап, ондай психологиялық травмалар балаға создавать етудің дұрыс керегі жоқ. Кішкентай баланы да мысалы тексеру керек қой, қалай өсіп жатыр, оның жаңағы несі деп, ұят болса да айта берейінші, член, барлық нәрсе қазір өте маңызды ғой. Қазіргі таңда балаларда да өспей неше түрлі аурулар да көбейіп кетті да. Қойш, ұят қой, қойш, қазіргі таңда ол масқара ғой. Мысалы да қазақта ұят деген нәрсе бар да. Ұят осы қызың проститутка болып, әркімнің астында жатып жүрген ұят. Соның алдындағы нәрсені адам қолға алу керек. Вот осы қазіргі таңда саған ең маңызды нәрсе, ең бірінші осы ситуациялардың барлығымен үзу, оның барлығын қазір ол терапияны саған мен міндетті түрде жасап беремін. Екінші нәрсе, сен өзіңе болды орта ауыстыру керексің срочно. Сен келгелі только сен шантаж жасаған, сен айналаңдағы массажист, боди массаж жасайтын қыздарды айтып отырсың. Мен даже сен қандай қыздармен квартирада тұрып жатқаныңды білмеймін. Сен абсолютно ортаңды ауыстыру керексің. Сен телефон номеріңді, инстаграмыңды барлығын нөлден бастау керексің. Сенің ортаң дұрыс емес. Барда білмеймін, йогамен заниматься ететін ба, или хотя бы бір жерге қазір сен просто госслужбаға кіресің ба, магазинге жұмыс, саған срочно жаңа орта керек. Мына ортамен сен жүрсең, тағы да ертелі кеш тағы да ақша таба салайыншы деп сол жаққа барасың. Қазір саған бүкіл номеріңді бәрін ауыстырып тастау керек. Одан кейін үшінші, сен адамдар қорқыта берсе, болды, сен уже законмен сөйлес, сен мен шантаж жасап жатырсың. Пожалуйста, сал инстаграмға, сал, хоть ютубқа жібер, хоть ватсапқа жібер, барлық жаққа сен жібере бер. Сен мені дәл қазіргі таңда психологиялық тұрғыда, и морально, и материально барлық жағынан сен шантаж жасап жатқан адам сен деп ше. Сондықтан осы нәрсені қолға алуың керексің. Ең бірінші осы нәрселерді жасасаң, уже сен өмірің өзгеріп бастайды. И қазір көп күн сайын жаяу жүру керек деген сияқты, нейрондарыңды ауыстыру керек, енді полный саған тазару керек. Ең бірінші духовно, одан кейін барып сен материальный өзгерістер сен өміріңе келеді. Сен кішкентайыңнан бастап ДНК дейміз, нейрон дейміз, барлық нәрсені өзгертуіміз керек. Қазір біздің эфир созылып кетеді, бірақ мен жаңағы айтқым келген нәрсе, ең маңыздысы осы үш нәрсені жасасаң. Ал мен мынау көрермен әйелдерге айтқым келетін дүние, сол кішкентайыңыздан бастап өздеріңіздің балаларыңызбен дұрыс қарым-қатынас орнатыңыздар. Және де ұзын сөздің қысқасы, ақшаның рөлі маңызды екенін өзің Ая түсініп тұрсың ғой. Егер саған әке-шешең дұрыс ақша беріп, поддержка беріп, махаббатын бергенде, сен үйтіп бәркімнен таяқ жеп ұрсысып жүрмейтін едің. Егер саған әке-шешең дұрыс қолдау көрсете алғанда, сен келіп мына жақта проститутка болмайтын едің, жаңағы кредит төлеу керек болды дедің ғой. Сондықтан бұл ақша мәселесі де қазіргі таңда қоғамда өте жаңағы бір ауыр мәселенің бірі ғой. Өзің көзің елестетші, қазіргі таңда сенің 100% өміріңді алса, қанша проценті ақшаға қатысты?
бәрі ақшамен басталды осы Алматыдағы ситуация. Қанша проценті деп айта аласың? Қазіргі таңда Аяның осылай отырғаны примерно 80% ақшаға байланысты. Ол адам қазір Ая айтып жатыр ғой, маған қазір еш нәрсе қызық емес, маған қазір просто жүрек тыныштығын табу, психологиялық проработка жасау деп, қолдау, поддержка керек деп. Осы Аяның оқиғасынан бір сіздер сабақ ала алдыңыздар деген ойдамын. Ата-аналар, жас қыздар, жеңіл жолға кетпеңіздер, әрқашан білім керек. Аяның ситуациясында даже Аяның қабілеттерін ата-анасы ашуға тырыспағанда, не істеп жүрсе де бір кішкентай кезіңде қызым қандай үйірмеге барғың келеді деп сұрады ма ата-анаң? Ата-анасы қандай үйірмеге барғың келеді, сабағың қалай болып жатыр дейтін бе еді? Ондай да Сабағың қалай болып жатыр, қандай үйірмеге барғың келеді, кім болғың келеді, болашақта арманың не деп сұрады ма? Мен өзім айтқам, бірақ жоқ, Мұғалім боласың осындай деді ма? жерде айлық бар, осындай мамандыққа түсесің деп. Аяның өзінің арманы болған, бірақ әке-шешесі жоқ, осындай жерге, осындай мамандыққа түсесің деп айтқан, То есть вообще баламен жаңағы қарым-қатынас деген нәрсе атымен жоқ. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, қандай үлкен глобальный проблемаға алып келгенін. Сондықтан баршаңызға айтатыным, білім алыңыздар, балаларыңызды кішкентайынан бастап потенциалын ашыңыздар, қандай арманы бар сұраңыздар. Ғарышкер болам десе, ойбүй, ақша жоқ деп отыра бермей, бір күйеулеріңізбен төбелесіп отыра бермей, балаларыңыздың болашағына балта шаппаңыздар. Бақытты бала өсуі үшін всегда бақытты ана керек. Бақытты әке емес, бақытты ана керек. Сондықтан өзіңізді бақытқа толтырыңыз. Ая сияқты бір жерде ата-аналар әрбір 3-5 қыз на самом деле жылап жүр қазір. Сіз үйіңізде отырсыз білмей. Қызыңыз сізге айтпайды бәрібір қазір. Осылай маскасын киіп алып біреуге айтады, немесе бір жігітке айтады, бір көшедегі бір адамға айтады. Но сіздер қазір біліп отырған жоқсыздар. Мен солай ойлаймын, сен айналаңдағы қыздар жаңағы проститутка болып жүрген, боди массаж болып жүрген, олардың ата-анасы да білмейтін шығар, Білмейді, Естіп тұрсыздар, білмейді. 21-22 жасында наркотик шегіп жүргенін де білмейсіз деген сияқты. Сол үшін баламен байланыс өте маңызды. Ал егер сіздерге осындай психологиялық ақпараттар, информациялар, проблеманы алдын алу, әрбіріңіз бір инсайт алдыңыздар деген ойдамын. Бүгін барып балаларыңызды құшақтап сүйіңіздер, бүгін барып қызыңызды сөйлеспей жүріп, не болды қызым демеңіздер, жайлап қарым-қатынасты реттеуге тырысыңыздар. Адам проблеманың соңында жүре береді, бірақ қарым-қатынас деген өте маңызды екен, бала үшін қолдау өте маңызды екен көріп тұрсыздар. Бір инсайт алсаңыздар да, бір кеңес алсаңыздар да осы жерден, біз пайдалы болдық деген ойдамын. Аяның ситуациясы бойынша мен Аяның өзімен жеке сөйлесіп те қазір бұл выпуск біткеннен кейін өзімнің кеңестерімді беремін. Сіздер каналыма жазылып алыңыздар. Аяға тілектеріңіз болса, Аяны сөкпеңіздер, өз историясымен бөліскенге наоборот қолдау көрсетіп, көптеген тілектеріңізді комментарийға қалдырыңыздар. Қандай ой алсаңыздар да мен Instagram парақшамда отметка жасаңыздар болады, немесе Instagram парақшама жазылып алыңыздар. Ал Ая, сен соңғы қандай сөзіңді айтасың көрермендерге? Қыздарға айтарым, никогда жеңіл жол іздемеңіздер. И в основном ата-анаға қыздар айтады ғой, қызды жоқшылық құртады деп. Вот, шамалы қолдау көрсетіп, хоть материально, хоть морально, барлық жақтан ашылып сөйлесе алса, ол қыз ондай нәрсеге бармайды деп ойлаймын. Сол үшін постарайтесь ашылып сөйлесуге. Сен енді жағдайыңда, сен үйіңдегі көрмеген махаббатты сырттан көрем деп ойладың ғой. Ана проститутка болып барып жатқан жерің сәл саған жылы сөз айтып еді, сол жерде сен қалып қалдың ғой. Саған 1-2 жылы сөздің өзі маңызды. Қараңыздар қыздар,
бір сөз адамды өлтіреді, бір сөз адамды тірілтеді деген нәрсе рас. Аяны бір сөз ғана, Ая сенің қолыңнан келеді дегені, проститутка болу сенің қолыңнан келеді деген поддержка сөз үшін Ая сол жерде қалып кетті. Ал егер дәл сол кезінде Ая сенің қолыңнан салон красоты ашу келеді, сенің қолыңнан мынандай болу келеді, психолог болу келеді, дәрігер болу келеді десе, мүмкін Ая бір сондай сөз үшін өмірін өзгертер еді. Бұл жерде айтуларыңыз мүмкін, сонда өзін бас жоқ па, өзі жеңіл жаңа қалып кетті ғой деп сіздер білмейсіздер. Адамға опора керек кезінде қазіргі таңда террористерді өзін жарып жайырып жатыр ғой, оларды да сөзбен айтады ғой, сен ойбай үйтесің бүйтесің жұмаққа барасың деп. Сондықтан сөз кішкентай жылулық өте маңызды. Айналаңыздағыларға махаббаттарыңызды, қолдауларыңызды әрқашан беріп жүріңіздер. Сіздің бір ғана сөзіңіз, ойланып сөйлеңіздер, бір ғана сөзіңіз адамды өсіріп немесе өшіруі мүмкін. Баршаңызға сау болыңыздар деп айтпаймын. Алда кездесеміз. Осы жерден пайдалы болды деген ойдамыз. Енді мені де сөкпеңіздер. Мен өмірімде бірінші рет бұндай подкастты осындай форматта жүргізіп жатырмын. Қалай өтті, дұрыс істей алдық па, дұрыс істей алмадық па білмеймін, бірақ сіздерге пайдалы болуды, шынайы өмірдегі болып жатқан ситуацияны бөлісуді жөн көрдік. Және де сіздерге айтатыным, әрқашан заңмен сөйлесіңіздер. Ұят деп сенің қызың бір еркектің астында зорланып, қорланып жатса, ұяттың барлығын жиып, екінші күйеуің зорлады ма, күйеуіңді қуып шық, бауырың зорлады ма, ондай бауыр керек емес, лучше ит асырап ал, ондай сенің қызыңды зорлайтын бауыр болса. Алыстан ұста, қыздарыңды қорғаңдар. Ең бірінші қазақтың осындай тупойский ұят деген нәрсесін емес, өз бақыттарыңды ең бірінші орынға қойыңдар. Баршаңызға сәттілік, келесі жолыққанша.